Сәлем, мергендер, менің сүйікті де қымбаттыларым. Бұл сіздерге арналған 26 жылдың қаңтардың соңы мен ақпан айларына арналған жұлдыз жорамал. Мен осы 2 айды бір видеоға біріктіруді жөн көрдім. Дегенмен қаңтар мен ақпан айындағы оқиғалар бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан бәрін бірге қарастырайық. Қандай жұлдызнамаға қарау керек? Өте маңызды бұл күн белгісі, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек, себебі олар бір-бірін толықтырады. Асцендентіңіз немесе айыңыз мерген болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіз қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмды жазып қоямын. Маған жекеге жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын. 3 қаңтарда сіздердің жұлдыз жорамалдарыңыздың 8-ші үйінде, яғни басқа адамдардың қаржысы мен ресурстары секторында толған ай болды. Бұл біреудің ақшасы, біреудің ресурстары деген сөз. Яғни сізге біреуден сыйлық, ақша, ұсыныс келуі де мүмкін. Немесе сіз біреудің ресурстарын пайдалана аласыз. Бұл толған ай неге маңызды? Біріншіден 18-ші қаңтарға, яғни жаңа айға дейін әсер етеді. Екіншіден ол молшылық пен сыйлықтар планетасы. Юпитердің жанында болды. Бұл бір тұрақты жұлдызбен Сириуспен қосылды. Сириус табыстың, жетістіктің, танымалдылықтың символы, яғни барлығы өте жақсы энергия. Сондықтан 8-ші үйдегі бұл қаржылық толған айдың Юпитермен және Сириуспен бірге болуы қаржылық табыс, пайда туралы айтады. Егер сізде қаржылық қиындықтар болса, олар сәтті шешілуі мүмкін. Егер біреуден ақша сұрасаңыз, аласыз. Немесе күйеуіңіз, жұбайыңыз жақсы табыс табады. Бұл сіздердің ортақ бюджеттеріңізге кіреді. Яғни қаржы жағынан жағдайыңыз жақсарады. Жаңа қаржылық мүмкіндік пайда болады. Инвестицияларыңыз өседі. Немесе бұл мұрагерлік болуы мүмкін. 8-ші бұл мұрагерлік үй. Мүмкін мүлікті бөлу, сот ісі аяқталып, сіз жақсы табыс үлесін аласыз. 6 мен 12-ші қаңтар аралығында күн мен Марстың қосылысы болды. Ол сіздердің 2-ші үйіңізде, яғни ақша үйінде өтті. Қаңтарда сіздерде жалпы қаржыға фокус өте күшті. Марстың циклы 2 жыл, ал планеталар қосылғанда жаңа цикл іске қосылады. Сондықтан 6 мен 12-ші қаңтар аралығында сіз неге назар аударыңыз, нені қаладыңыз, сол тақырып алдағы 2 жылға созылуы мүмкін. Марс бұл қалау әрекет. Мүмкін сіз жұмысқа, табысқа, жалақыға, клиенттерге, сатып алуға қатысты белсенді болдыңыз. Егер бірдеңе сатып алсаңыз, бұл да 2 жылдық тақырып болуы мүмкін. Сол күндердегі ойларыңыз, бір әрекеттеріңізге назар аударыңыз. 18-ші қаңтарда жаңа ай туады. Жаңа ай сіздердің 2-ші үйлеріңізде ақша секторында болады. Бұл жаңа жұмыс, жаңа клиент, жаңа қаржылық мүмкіндік, көлік немесе пәтер сату арқылы ақша табу болуы мүмкін. Бұл жаңа ай өзін-өзі бағалау, өз құндылығыңызды сезіну тақырыбын көтереді. Мүмкін сіз өзіңізді көбірек бағалай бастайсыз. Атыңызбен имиджіңізді, талантыңызбен ақша таба бастайсыз. 2-ші үй таланттар үйі. Мүмкін сіз мен осы қабілетім арқылы ақша табамын, осы арқылы ақша таба аламын деп түсінесіз. Бұл тіпті жаңа мамандыққа ауысу идеясы болуы мүмкін. Көбірек табыс әкелетін сала. Құнды заттар сатып алу, коллекцияға жаңа зат қосуыңыз да мүмкін. Бұл жаңа ай сіздің өзіңізге қаншалықты сенетініңізді, өз құқығыңызды қалай бағалайтыныңызды көрсетеді. Бұл жұмысқа сұхбат, жаңа компанияға кіру, немесе 18-ші қаңтар шамасында өз бизнесіңізді бастау болуы да мүмкін. Жаңа ай 31-ші қаңтарға дейін әсер етеді. Осы күні 18-ші қаңтарда Венера сіздердің 3-ші үйлеріңізде өтеді. 1 мен 18-ші қаңтар аралығында Венера 2-ші үйде болып,
жағымды энергия мен табыс әкелді. Сұлулыққа қатысты сатып алулар немесе шығындар болуы да мүмкін еді. Ал 18 қаңтардан бастап Венера қарым-қатынас, байланыс, көлік үйіне өтеді. Мүмкін көлік қарастырасыз, сапарға шығасыз. Сонымен қатар тек Венера ғана емес, 21 қаңтарда Күн мен Меркурий, 24 қаңтарда Марс та 3-ші үйге кіреді. Ол жерде Плутон да бар. 19 мен 21 қаңтар аралығында Ай да сол жерде болады. Яғни сіздерде 3-ші үйде 6-шы планета жиналады. Ал Венера, Күн, Меркурий, Марс, Плутон бұл стелиум, яғни бұл үйде көп планеталардың жиналуы. Бұл тақырыптың өте маңызды екенін білдіреді. 3-ші үй көлік, сапарлар, туыстар, аға, әпкелер, бауырлар. Мүмкін сіз олардың істерімен айналысасыз. Олар қонаққа келеді, немесе бірге жолға шығасыз. Бұл сондай-ақ оқу, курстар, вебинарлар, сертификаттар алу, бір нәрсені үйрену, немесе үйрету, қолмен, яғни қолмен істейтін заттар, сөйлесуге барлық нәрсе байланысты бұл 3-ші үйге жатады. Лекция оқу, кітап жазу, жаңа дағдылар, жаңа таныстар, жаңа орта, бәрі осы кезеңде белсенді болады. Көп кездесулер, таныстықтар, ақпарат алмасу күшейеді. 27 қаңтар өте маңызды күн. Нептун сіздердің 5-ші үйлеріңізге 14 жылға кіреді. Алдыңғы 14 жыл ол 4-ші үйде болды. Отбасы, тұрғылықты жер тақырыптары. Осы жылдары отбасына көшуге, ел ауыстыруға, үй сатып алу, ата-анаға қатысты үлкен өзгерістер болды. Бұл цикл енді аяқталып, жаңа цикл басталады. 27 қаңтардан бастап Нептун 5-ші үйде болады. 5-ші үй махаббат, ғашықтық. Бұл шынайы шартсыз махаббаттың басталуы болуы мүмкін, бірақ махаббат үшбұрышты да осы үйге жатады. Егер үйленген адаммен қарым-қатынас басталса, ол ұзаққа созылып, тез шешілмеуі мүмкін. Бұл некесіз, бірақ терең сезімге негізделген қарым-қатынастар болуы мүмкін. Тіпті қашықтықта әркім өз елінде немесе өз қаласында тұрып болатын арақашықтықта, алыс шақтардағы махаббат сезімі болуы мүмкін. Нептун медицина, психология, эзотерика, рухани сала. Бұл бағытта бизнес бастау да мүмкін. Таро, руна, рейки, йога, медитация, психология. 5-ші үй балалар. Алдағы 14 жылда балаларға қатысты маңызды өзгерістер болуы мүмкін. Балаларыңыздың өмірінде маңызды оқиға, ажырасу кезінде балаларға қатысты шешімдер, баланың оқу үшін көшуі, баланы музыкаға, би үйірмесіне беру. Нептун бұл музыка, ән, би, өнер, шығармашылық үйіне Нептунның кіруі өте керемет белгі. Сіз бұрын айналыспаған шығармашылықпен айналысып, онда үлкен жетістікке жетуіңіз мүмкін. 1 ақпанда толғанай сіздердің 9-ші үйлеріңізде болды. 9-ші үй шетел, саяхат, басқа мәдениет, жаңа білім. Бұл шетелдерден ақпарат, шетелдікпен танысу, сапар, жоспарлар, виза, паспорт, билеттер, оқу, білім, ұстазбен кездесу болуы мүмкін. Кейде толғанай кезінде оқыған кітап немесе көрген фильм санаңызды түбегейлі өзгертуі мүмкін. Блогерлер үшін жарияланымдар, сұхбаттар, танымалдылық. 15 ақпанда Сатурн 5-ші үйге кіреді. Ол жерде 28 жылдың сәуірінде болады. Сатурн тәртіп, жауапкершілік, режим. Бұл шығармашылықты жүйелі түрде дамыту, балаларға көбірек жауапкершілік алу, оқыту, үйірме ашу немесе қарым-қатынастың байсалды деңгейіне өтуі мүмкін. 20 ақпанда Сатурн мен Нептун 5-ші үйдің 0 градусына қосылады. Бұл өте сирек, 36 жылда бір рет болатын қуатты қосылыс. Бұл 5-ші үй бойынша ұзақ циклдің басталуы. 17 ақпанда күн тұтылуы болады.
және 3 наурызға дейін тұтылулар коридоры басталады. Бұл кезеңде операция жоспарламау, маңызды құжаттарға қол қоймау ұсынылады. Күн тұтылуы 3 үйде болады. Байланыс, танысу, оқу, технологиялар, көлік, туыстар тақырыбы күшейеді, ортаңыз өзгеруі мүмкін. 26 ақпаннан 20 наурызға дейін 4 үйде Меркурий ретроградты болады. Бұл үй ата-ана, жылжымайтын мүлік, жөндеу, қайта қарау, құжаттарды қайта рәсімдеу кезеңі. Сапар, көшу, жөндеу, жиһаз ауыстыру, ата-анаға бару тақырыптары алдыңғы орын алады. Міне сіздерге арналған қаңтар және ақпан жұлдыз жорамалы осындай. Менің қымбаттыларым, сіздерді жақсы көремін. Аман сау болыңыздар. 26 жылда осы айларымыз тек жақсылыққа келсін. Сау болыңыздар.